алма-піс ауызға түспейтін заманға кеттік. Мен негізгі ең басты мен бүкіл бағдарламам барлығы жеке бастамаға негізделген. Сондықтан бұл жерде және Ғани мырза бір нәрсені түсініңізсіз. Сіз экономика несін мамандығы бойынша оқисыз. Онда жақсы білесіз. Либералды экономикалық бағытталған мемлекеттерде ғана шағын және орта бизнестің үлес салмағы бюджетке әсер етеді. Ал әлеуметтік бағытталған экономикада бізде шағын және орта бизнестің салығын төмендету бұл мемлекетке едәуір әсер етеді деген мәселе емес. Оған ол мемлекеттік холдингтер, ірі мұнай компаниялардың солар бізге негізгі бюджетке кіріс түсіріп отқан компаниялар. Сондықтан да бұл жерде біз соны айтуымыз керек. Яғни және де бұл ынталандырушы сыйлық ретінде мен ұсындым. Яғни корпоративті салық 20%-ға төмендесе, бізде шағын және орта бизнесқа деген ынталандыру күшейеді. Жастар жеке бастамамен қамтамасыз етеді. Көптеген еңбек биржасында жүрген экономистер, өзіңмен қатарлас азаматтардың көбісі мысалы альтернативті жұмыс мысалы көзіне айналдыру мәселесін көтереді. Яғни бұл жерде сіз 10 адамнан 30% салық алғанша